Бауырсақ ертегісі. Бір күні шал кемпіріне кемпір бауырсақ жасап берші дейді. Кемпірі жарайды деп бауырсақты қаймаққа илеп пісіреді. Содан соң оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып бір кезде домалай жөнеледі. Келе жатса оның алдынан қоян шығады. Қоян бауырсаққа: бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Қоян: сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен үйлендім, ыстық майға мен пістім, суыдым терезе алдында, ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, ұстатпаймын сағанда деп қашып кетеді. Содан бауырсақ қара жолмен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шығады. Ол да бауырсаққа: мен сені жеймін дейді. Қасқыр: сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен үйлендім, ыстық майға мен пістім, суыдым терезе алдында, ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, ұстатпай кеттім қоянға, ұстатпаймын қасқыр сағанда деп бауырсақ өзінің өлеңін қасқырға айтып, одан әрі домалап кете береді. Бір кезде оның қарсы алдынан аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді ол да. Сендей майтабанға мені жеу қайда, ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, қоян менен қасқырға, ұстатпаған мендеше, ал сағанда аю жан, ұстатпаймын мен мүлде деп домалай жөнеледі. Аю бауырсақты тек көзімен ғана шығарып салады. Бауырсақ домалап келе жатса, оның алдынан түлкі шығады. Бауырсақ: мен сені жеймін дейді. Бауырсақ түлкіге: сен мені жеме, мен саған тамаша өлең айтып беремін деп өз өлеңін бастайды. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, ұстатпай кеттім мен тағы, қоян менен қасқырға, ұстатпай кеттім аюға, ұстатпаймын сағанда деп өлеңін айтып береді. Сол кезде түлкі оған: өлең шынында да өте жақсы екен, бірақ менің құлағым нашарлау еститін еді, сол себепті оны жөнде ести алмай тұрғаным. Бауырсақ, сен менің тұмсығыма шық та өлеңіңді тағы да бір рет қаттырақ айтшы дейді. Бауырсақ түлкінің тұмсығына домалап шығып алып, бар даусымен ән айтады. Сол кезде түлкі оны ұстап алады. Бауырсақ түлкіге: түлкі, сен мені жеп қайтесің, жүр одан да біз тікіне, атам мен әжеме барайық, олар сені тойдырады дейді. Түлкі оған келіседі. Жолшыбай өздерімен бірге қоян мен қасқырды және аюды ертіп алады. Олар келсе, әжесі көп самса пісіріп қойыпты. Қоянға орам жапырақпен сәбіз салынған, қасқыр мен түлкіге ет салынған, ал аюға таңқурай мен бал қосылған самса тиеді. Ал бауырсақ болса терезенің алдында өзінің әнін айтып көңілді отырды. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналымызға жазылыңыздар.